Мен Ешмұхан Әлфия Бекболсынқызы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары колледжінің құқықтану факультетінің бірінші курс студенті. 1899 жылы желтоқсан айының 19 жұлдызында Ақжар ауылы, қазіргі Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысында Қуан Жұбанов пен Бибішнар Жұбанованың отбасында қоғам қайраткері, ұлылардың ұрпағы, тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ профессоры, түркітанушы, педагог Құдайберген Жұбанов дүниеге келді. Әр елді бағындырған Шыңғысхан әулетінің ұрпақтары іспетті, Жұбановтар әулеті де әр саланы бағындырып, өз есімдерін қазақ тілі мен мәдениетінде алтын әріптермен жазды. Құдайберген Жұбанов шығармаларындағы тіл өнерінің құдіреті. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ тілі саласын зерттеп-зерделеуге үлес қосқан қазақтың біртуар азаматтарының көш басында Ахмет Байтұрсынов тұрса, ол кісінің ізін жалғап, ана тілі мен әдебиетінің тарихы мен құрылымын талдап, зерттеу жүргізген, түрлі еңбектер жазған тіл білімі саласындағы тұңғыш қазақ профессоры, түркітанушы, педагог Құдайберген Қуанұлы Жұбанов болды. Мен профессордың зерттеулеріндегі тіл өнерінің мәселелерін 7 бағытқа қарай бөліп қарастырар едім. Біріншісі фонетика, қазақ тілінің грамматикасы, жалпы тіл білімінің мәселелері, қазақ ұлттық әдеби тілінің дамуы мен тарихы, қазақ жазуы, орфография, терминология, оқулық программа, методика, мәдениет пен өнер мәселелері. Ғалым зерттеулерінде қазақ тілі бөлімінің морфология саласы кеңінен көрініс табады. Қазақ тілі грамматикасы атты мектеп грамматикасында морфология туралы кеңінен мағлұмат береді. 1936 жылы оқу комиссариаты бекіткен қазақ тілінің бағдарламасына шақ түрлерін енгізеді. Жұбанов қазақ әдебиеті тілінің терминдері туралы еңбегінде терминология принциптерін жасап көпшілік назарына ұсынады. Ғалымның қолданған және дүниеге келген лингвистикалық терминдері келесідей сипаттарға ие болып келеді. Интернационалдық терминдерді қолдану, интернационалдық сөз бен төл сөздердің тіркесіп келу арқылы жасалған терминдерді қолдану, қазақ тілінің негізінде жасалған терминдерді қолдану. Ғалымның қазақ мәдениеті саласы дамуына сіңірген еңбегінің бір үлкен саласы күй тарихы туралы зерттеулері мен зерделі ойлары, пайымдаулары. Қазақ халқының мәдениетін, өнері мен әдебиетін өзіндік қолтаңбасымен зерделеген тарихи тұлға профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбанов болды. Назарларыңызға рахмет.